Төрт дәруш. Баяғы заманда қарабасы бақ дәулетке емін еркін болса да, дүниенің ауыр бір арманына ұшырайтын адамдар болған екен. Сондай бір арманды адам иесіз далада зар илеп, жападан жалғыз келе жатады. Аты Мұратқан. Сонда Мұратқан, не қылам? 3 жыл сандалып көкөгіздің уақиғасын біле алмадым. Бұл бұлай тұрсын, іздеп шыққан қыздың да жүзін көріп, ауыз екі сөйлесе алмадым. Енді мұны ұшқан құс жүгірген аң білмейді, қайтып кетуге ел жұртымның қайда қалғанын тағы білмеймін. Көкте екенімді, жерде екенімді қазір білер жан жоқ деп, төмен қарап, аяңдап келе жатыр еді. Адам шазынаған бір дауыс құлағына жетті. Адамзат көрмегеніне, ел жұрттың бетін көрмегеніне талай замандар өткен Мұратқанға мана дауыс біртүрлі қорқыныш сияқты да болады. Я Алла, бұл не ғажап? Бұл жерде адам баласы жүрмейтін еді ғой деп жан-жағына көз салып қарап тұра қалды. Қараса, алдына бір үлкен дәу таяп төніп келіп қалған екен. Әлгі дауыс қоймай мұны шақыра бергендей болды. Мұратқан бұл да өзімдей адам шығар деп тауға қарай жүрді. Биік тауға таяп келгенде бір үлкен құс сияқты нәрсені көрді. Мұратқан бас адам сияқты болған соң, бұл адамша тіл біледі екен деп ойлады. Ей, бері келгін деп дауыс берді. Оны құс тыңдамай кетіп қалды. Мұратқан ойланып, адам сияқты құс болады деуші досы екен ғой. Мұнан көрі біреу тағы бар шығар деп таудың басына қарай жүрді. Бір заманда таудың басына жетті. Келсе бір биік тау, жан-жағына қарады, еш нәрсе көрінбейді. Жалғыз ақ етекте бір қара тұр. Онысы бейт болып шықты. Оның ішінде бір нәрсе қараңдайды. Онан басқа еш нәрсе жоқ. Мұратқан біраз дамылдап отырды да, қой, бүйткенше өлген артық. Ақыр ит жемеді кетеді екен. Онан да жанымды қинамай, тастан секіріп құлап өлейін деп, әлгі биік тасқа келіп, енді құлайын деп тұрғанда арт жағынан бір дауыс. Ей, ақымақ! Құдайсыз ажалды өзің сұрама. Бейтке барсаң, мұратыңа жетесің деді. Артына жалт қараса, дәнеме жоқ. Сонан соң, анау қарайған бейт екен ғой, оған да бара кетейін деп ойлады. Соған қарай жүрді. Кіріп келсе ішінде 3 адам отыр. Ассалаумағалейкум деді Мұратқан. Ағалейкум ассалам жоғары шық деді отырғанда. Біраз отырған соң үшеуі бір-бірінен жөн сұрасты. Отырған үшеуі Мұратқанның қалын баян ету тілек етті. Сонан соң бәрімізде кезекпен айтамыз деді. Жарайды деп Мұратқан сөз бастады. Бірінші дәруш. Мен Бағдат шаһарындағы патшаның баласы едім. Әкемнің патшалық дәрежесі үлкен, қол астына бірнеше шаһар қарайды. Мен жалғыз баласымын. Әбден кәмелетке толдым. Бір күні жалғыз өзім сарайда отыр едім. Ойыма әлденелер түсті. Қой бүйтпейін, не қылсам да дәулет жетеді ғой, әкем бетімнен қақпайды. Халық аузында жүрерлік бір істейін деп ойладым. Сол шаһарға қараған балташы ұста барлығын жиып алып, шаһардың орта тұсын көрсетіп, осы жерден сыртын неше түрлі өрнекпен безендіріп, маған тамаша бір сарай саласыздар. Қараған адам қайтып көзін алмайтын болсын, алтын гауһар інжуден салынсын. Қараңғы түнде неше шақырымдай жерде жарық қылып тұратын болсын. Мен өзім сарай біткен кезде келіп бірақ көрермін. Және 40 есігі болсын. Әр есік әр қабырғадан шығатын болсын. Егер де осы айтқандай болмай, сарай көңіліме ұнамаса, тегіс бастарыңды алам дедім. Құп тақсыр деп шу ете түсті, осымен жүріп кеттім. Мен сарай салғызып жатырмын деп әкем айтпадым. Сонымен аңаулап саяхаттап жүре бердім. Жартай анда болсам, жартай үйде.
Осы сауықпен бір жыл өтті. Bir günü qasıma 40 nökörümді ертіп алып, сарайымның біткен-бітпегенін көруге келдім. Келсем, біткен екен. Өзіме хабар етіп, көрсетуге күтініп отыр екен. Байқап қарасам, сарайдың сыртына адам баласының көз тояр емес, алтын күміс шалатыпты. Қайран қалып көзімді айырмадым. Бұл алтын күмбез сарайдың сұлулық тамашасын көрген адам, оған қарап, тұрумен-ақ өмірінің қалай өткенін білетін емес. Енді ішін көрейік деп, бір есігінен кіріп едім, есім шығып кетіпті. Қайдан келіп, қайда баратынымды ұмытып кеттім. Қырық жігіт қасымда әлгі сарайды 3 күн аралап зорға бітірдім. Ішінде жүріп бізде қойыппыз. Бой жазып біраз жүрген соң бір жігіт: "Мұнымыз қалай? Түк көрмеген кісіше жан-жаққа қарап жүріп алғанымыз" деді. Артыма жалт қарап: "Қанша уақыт болды?" дедім. Жігітім: "Бүгін біз келгелі 3 күн болды" деді. Ендеше қайтайық деп далаға қарай жүріп едік. Жол таба алсақшы. Әрі-бері жүріп едік, жол таба алмадық. Сонан соң үй салған бір балташы есіктен шығарды. Қайтып келген соң әкеме хабар салдым. Жарайды деп әкем 40 уәзірін қасына ертіп, сарайды көруге кетті. Аралап жүріп қайтты. "Жасым 60-қа келді. Неше жыл патшалық дағуасын құрдым. Осы уақытқа дейін артыма мұра болып қаларлық бір істемеген екенмін. Балам, қайырлы болсын" деп әкем маған риза болды. Кешікпей мен сарайға кірдім. Кірген соң 40 есігіне 40 күзетші қойдым. Қайыршы келетін болса, әр есігінен 1000 ділда беретін қылып қойдым. Сөйтіп, салтанатпен бірнеше уақыт өмір сүрдім. Bir күні нөкерім қасымда, көңілім шаттанып, әңгіме дүкен құрып отырып, осы дүниеде мененді салтанатта патшазадалар бар мекен шіркін. Бақ мынау, дәулет мынау, жомарттық, сарай салтанат мынау. Енді осыларыма лайық ай мен күндей бір сұлу жарым болса дедім. Нөкерлерімін демей отырып та: "Тақсыр олай демеңіз, кім жоқ дейсіз? Дүниеге кім келіп, кім кетпеді осы күнде? Мысыр шәһәрінің Ибрайым атты патшасының Шәмшибану деген қызы бар. Оның сұлулығына теңдесетін жан жоқ. 14-нен туған айдай көз түскен адамды еріксіз елжіретіп әкетеді. Оның қазіргі патшалығы және жомарттығы сізден 10 есе артық. Оның да осы секілді сарайы бар. 1000 жерден есік шығарған, келген қайыршы болса, сол есіктің бәрінен қайыр алады. Bir алғанда қайыршы басы 10.000 ділді алады. Оның бұл жалғанда теңдесі жоқ. Және сол жерге келген қонақта қандай асығы шаруаң бар болса да 3 күн қондырмай жібермейді. Сол қыз келсе, әрине бұл сарайыңыз мұнанда артық гүлденер еді, бірақ ол келмейді ғой" деді. Мына сөз маған мейлін шауыртыйды. Қатты қаһарым келіп: "Сен лағнат, аузыңа келгеніңді оттап не деп бұлжырап отырсың? Осынша халықтың алдында масқараладың" деп әлгі нөкерімді жазалайтын болып, 2 жендет шақырып алып, "Мынан дарға тарт" дедім. 2 жендет тартып жөнелгенде тақсыр дат деді: "Көз көрген жолдас қой, айта қой датыңды" дедім. Көзінен жасағып: "Тақсыр, мен сізге айтқанда сізді кемітейін деп, болмаса қорлайын деп ойлаған жоқ едім. Көп қызмет істегені мен сізге тәуір әйел керектігінен ойлап, не қылса да соны алсын деп едім. Сізге еш қастығым жоқ. Енді менің сізден сұрайтыным, хан әмірің екемес қой. Мені қазіргі өлімнен босатып, қашан Шәмшибану қыздың сонда екенін білгеніңізше зынданға сала тұрыңыз. Егер менің осы сөзім өтірік болса, ризамын, басымды алыңыз. Болмаса рас болса қайтесіз, нақақ қанымды төкпейсіз бе" деп еңіреп қоя берді. Мен бұл сөзге тоқтадым да ашу үстінде жаза бердім. "Қанша жазасы болса да кештім" дедім. "Ол жоқ тақсыр хан, әмірі біреу, мені зынданға салыңыз, қыздың хабарын білген соң босатарсы" деді. Жарайды деп оны салдырып тастап, қанша сауыт сайманмен
Şemşibanуды іздеп жүріп кеттім. Шәмшибануды іздеп көп қайғырдым. Арып ашып шаршадым. Өзім жаяумын. Әлдеқандай заман болады деп кетіп киіп шыққан. Темір етік таусылып оймақтай қалғанда, темір таяқ таусылып тебендей қалғанда, ек көзіме көк шыбын ұялап, қыбырлап қана келе жатыр едім. Бір мезгілде алыстан ызылдаған дауыс шықты. Дауыс шыққан жаққа қарап байқасам, ат үстіндегі адамдай алдында бір нәрсе салып айдап жүрген секілді. Азырақ тұрдым да, қой, не де болса бұған барайын деп ойлап, ептеп аяңдап жүріп келе жаттым. Өмірден күдер үзгендей таяп келсем адамзат екен. Келе амандасып жөн сұрастық. Мен шалға Мысыр шаһарының қызы Шәмшибануды іздеп келе жатқанымды баяндадым. Ойшы шал менің сөзімді тыңдады. Ой, байғыз, оған жолығып амандасам деп әуре болма. Өзі осы күні ауру, адамзатқа көрінбей, не себептен болғанын білмеймін. Үстіне әкесі де кірмейді. Сыртынан барған сен бір мүсәпір адамсың. Жолығам дегенге болар мекен, ал барам десең сол Мысыр шәһәрі. Осы арадан түстік жерде мен сол ханның отардағы қойын бағып жүрген кісімін деді. Ойшының жөнімен шәһарға қарай жүріп кеттім. Күн бата шәһарға жеттім. Шәһәрдің сән салтанаты адам қарап қоймайтын сұлу екен. Жолыққаннан патшаның сарайын сұрайын деп тамашалап бір көшемен жүріп келе жатыр едім. Bir жақтан тоқта деген дауыс шықты. Қарасам бір адам жаныма келіп, қайда барасыз, тоқтаңыз, бүгін мынау үйде қонақ боласыз деді. Патшамыздың әмірі бар, қонақ қылмай адам баласын өткізбе деген. 3 күн мұнда боласыз да, баратын жеріңізге сонан соң барасыз деді. Тоқтағым келмей, не болса да патша сарайына барып жетейін деп едім, босатпады. Амал бар ма, еріп үйіне келдім. Кіріп келсем, сол үйдің өзін қонаққа деп арнап салдырған екен. Қарап отырдым. Осы қонақ үйдің өзі сарайыма таяу бар екен. Отырысымен тамақ әкелді. Жасаған сайманы көрмеген қымбатты нәрселерден екен. Ішіп болған соң ыдыс аяқты апарды да, енді біздің мүліктен шықты деп бір бұрышқа үйіп тастады. Аздан соң ет әкелді. Оғанда жасаған нәрселері анадан артық. Көзді тайдыратын, қалай адам баласының қолына түсті екен. Бұл нәрсе тек перде ғана болуы мүмкін ғой деп ойладым. Сонымен 3 күн жаттым. Тамаққа жасаған нәрселердің бірін біріне қоспады, бірінің артынан бірін бағанағы бұрышқа үйе берді. Мерзімді уақытын толған соң жүруге ұлықсат сұрадым. Енді ұлықсат берді. Бірақ сізге айтатын сөз мынау. Үйілген нәрсе біздің мүліктен шыққан. Тағам берген соң сіздің мүлкіңіз болып қалған. Бірге ала кетіңіз деді. Жоқ, рахмет. Өлігім жоқ, алып жүре алмаймын, керегі жоқ деп едім. Жоқ, болмайды. Патша білсе басымызды алады. Мұны алмай кете алмайсыз деді даяш. Алмаймын деп едім, еріксіз берді. Амал бар ма? Алып шығып арқалап келе жатыр едім. Жолда бір қайыршы кездесіп, Құдай алдында қарыздығым жоқ деп нәрселерді әлге беріп, патшаның сарайының жөнін сұрап алып жүріп кеттім. Енді көшенің ортасына жете бергенде, және біреу ұстап алып, қонасың деп жібермей тағы қондырды. Байлаудағы адамдай қонбайым десем болмайды, бұл да әлгін істеді. Сонымен қыздың сарайына жеткенше 9 қондырды. Сол арада берген нәрсе шәһәрдің мүлкіне тұрады деуге болар. Бұдан құтылып өтіп қыздың сарайына келдім. Бір адам жүгіріп шығып үйге кіргізді. Кірген соң жөн сұрасып отырдық. Әлден уақытта бір бәйбіше адам келіп жайымды білген соң, бір жендетін шақырып менің шаруамды айтты. Жаңа келген кісі қыз Шәмшибанудың даяршысы екен де, бәйбіше шешесі екен. Ол отырып та, ой, шырағым, сенің қолыңнан келмейді ғой деді. Себеп осы күні оңтүстік жақта бір патшаның баласы бір көк өгізге жылында бір дүре салып,
артынан өз зарлап жылайды екен. Өмірі осымен өтіп келе жатса керек. Сол не себептен сөйтеді, соның кінәсін біле алмай. Шәмши қазір қайғы үстінде. Кімде-кім соны біліп келсе, мейлі қайыршы болсын, мен соған тиемін дейді деді. Жарайды, оны мен табам дедім де, соны іздеймін деп жүріп кеттім. Сонымен айлар, жылдар жүріп отырып, айтқан жөнмен іздеп, арып шаршап бір шаһарға келіп жеттім-ау. Бір көшенің бойын өрлеп жүріп келе жатыр едім, бір шал адам ұшырасты. Шалдан: «Ата, бұл шаһар не деген шаһар?» дедім. Шал тоқтап: «Балам, өз жолың болсын, қайдан келесің?» деді. «Айтқаның келсін, мен бір мүсәпір боламын, баласы жоққа бала болам» дедім. «Ой, қарағым, перзент көре алмай, өмірім жылаумен келе жатыр еді, маған бала боласың ба?» деді қарт. «Жарайды ата, болам» дедім. Шал қошеметтеп бетімнен сүйіп, үйіне ертіп алып келді. Бір кемпірі бар екен, ол да қуанып, жылап көріскендей болып жатыр. Сол уақытта күн сәскеді. Шал мен кемпір айтты: «Балам, біз мына халықпен бірге баратын жеріміз бар» деді. Жөнін сұрап едім, «Көкөгізді жігітке барамыз» деді. «Ата, мен де барайын, сізге бала болдым ғой, осы бастан ел танайын» дедім. «Менің көңілімді қиялма, екеуі жүрсең жүре ғой» деді. Қуанып кеттім. Өне бойларына қара киіп алды, маған да кигізді. Далаға шықсақ, бүкіл шаһардың халқы қара киген, батысқа қарай шұбырып кетіп бара жатыр екен. Барлық халық шаһардан 3 шақырымдай бір тоғайдың жанына барып, қаз қатар тізіліп отырды. Бұлар біраз отырғаннан кейін бір көкөгіз мінген жігіт келді. Артына мінгескен бір жігіті бар. Жарты шақырым жерге келіп түсіп, артына мініп келген жігіттің қолындағы қоржынынан бір кесені алып, мінгескен жігітке берді. Ол отырған топқа жүгірді. Халықтың бәріне басынан аяғына дейін кесені көрсетіп өтіп, айтып жолдасына келді. Кесені қолына алып та жар салып, 3 бөлім қылышпен жігіттің басын қағып тастап, көкөгізді жігіт зарлап деп жылады. Жылаған уақытта шыққан даусына адамның сай сүйегі сырқырады. Тыңдаған халықтың бәрі төмен қарап жыласып отыр. Біреу жоғары қарамайды. Бағанағы жігіт жылап өгізіне мініп ап, жөнеле бергенде мен соңынан тұра жүгірдім. Кетіп бара жатқанда жанымда отырған шал: «Қайда барасың қарағым, өлтірет» деп жылап қоя берді. Оған болайын ба, іздеп келген шаруамның өзі сол еді. Жүгіріп бара жатқанымда бір жігіт: «Мынау адамды жын соққан ба, ұстаңдар, жібермеңдер, ажал түртіп жүрме, өзінің дені сау адам емес, босатпаңдар» деп тап жібермей ақ қойғаны. Енді қайтерімді білмедім. Онан босап баруға тұратын мекенін пенде білмейді. Адасып қалдым. Заланып енді 2-ші жылға қалдым. Сол баяғы алғаш келген шалдың қолында мен бала, ол әке болып жүре бердім. Жыл 12 ай өткен уақытта көкөгіздің келер уақыты жетті. Әке шешем қалды деді. Мен барам деп ақырында менің көңілімді қимады, ертіп жүрді. Бірақ ана жылдағыдай тағы жүгіріп жүрме, өлтіріп тастайды. Ол жігіттің алдына ешкім барған емес деді әкем. Мен жарайды деп алдап жүріп топқа келдім. Отырғаннан кейін әрберден соң көкөгізді жігіт келді. Баяғысындай кесе беріп жігітті жіберді. Жігіт елге көрсетіп болып, қайтып барған соң кесені сындырып, жігітті өлтіріп, ой, зарлап жылады дейсің. Сонан соң өгізіне мініп жүре бергенде артынан тағы жүгірдім. Отырғандар: «Ей, мына жігіттің дені сау емес, ұста» деп тағы жібермей қалды. Досым, замандасым, қайғысына ортақ едім, жібер деп халыққа жалынып едім. Әке шешем өтірік айтады деп ешкім мені босатпады. Сонан сорын қайнап жылай-жылай 3-ші жылға тағы шал мен кемпірдің қолында тұра бердім. Ол 2 байғұс өз баламыз деп мені жақсы күтеді, жанын үзеді. Кейде: «Қарағым, сен неге күліп ойнап жүрмейсің? Әрқашанда ренжіп жүресің. Не ойың бар? Айтшы, әлде тамағың аш па? Болмаса киімің жаман ба?» деп сұрайды.
Жоқ ата, өзімнің мінезім солай деп айтпаймын, тек жүрем де қоям. Сонымен тағы бір жыл өткен соң елдің баратын уақыты болды. Дәл ертең барамыз дегенде әкемен бір жерге барып келем деп кешке жақын кетіп қалдым. Жігіттің келетін жолындағы белгілі бір тоғайға келіп жасырынып бұғып елге көрінбедім. Ертеңіне дәл түсте жігіт шаңды бұрқыратып келе жатыр екен. Алдынан жүгіріп шығайын дедім де, қой, оны асығыс болар, қайтқан бетінде жолығайын деп тұрдым. Баяғыдай өгізінен түсіп, елге кесені көрсетіп, айтып барғаннан кейін кесені сындырып, жігітті өлтіріп, жылап зарлап болып бір ақырып қалды. Отырған ел ағытқан қоздай шаһарға қарай жөнелді. Олар кеткен соң жігіт те жөніне қарай қайтты. Жүре бергенде артынан жүгірдім. Тақай бергенде артына жалт қарап, қылышын суырып ала ақырып маған тұрым тұлды. Мен бәрібір өлетін адаммын, оның да осы. Менің қаныма сіз ортақ болып басымды алып тастаңыз деп басымды ұсына бердім. Таяу келіп қылышын қынына салды да, бұдан бұлай жүрме. Егер жүрсең басымды алам деді де жүріп кетті. Мен қарап тұрмадым. Артынан тағы жүгірдім. Барлық қаһарын тігіп алып маған қарсы шапты. Басымды алып тастаңыз, ақыр өлем деп басымды ұсындым. Басымды шаппады. Қайырылып жүріп кетті. Мен де жүрдім. Енді қайырылып қараған жоқ, жүре берді. Мен де жүре бердім. Әлден уақытта бір үлкен күмбезге келіп кірді. Артынан мен де келіп кірдім. Келсем, көк өгізді бір бағанаға байлап қойыпты. Үлкен сарайдың жан жағы есік. Төрдегі бір есіктен дауыс шығады. Соған қарай аяңдап келдім. Бұрынғыдай емес. Бойым үйренді, қорқу кетті. Барлық мұратыма жеткен болып жүрмін. Әлгі келіп кірсем, жігітім зарлап жылап отыр. Өзінен басқа адам жоқ. Есік аузында садақ ұстап бір адам тұр. Түрінен адам шошитын. Сарайдың кірер аузында қорқып тұрдым. Жігіт жылап болып бір ақырып қалып еді. Бір есіктен өңкөй, қара киген, бір келкі жігіт кіріп бәрде төмен қараған күйі. Өң жоқ, түс жоқ, айнала отырысты. Оң жақта бір шымылдық құрулы тұр, оның ішінде бір қыз жатыр. Әлден уақытта бір ақырып қалып еді. Бағанаға отырғандар қасқырдан үріккен қойдай топырлап, кірген есіктен шығып кетті. Олар кеткен соң жігіт шымылдықтың ішіне кіріп, ой зарлап жылап еттейсің. Даусының зары қара тасты жібіткендей. Мен үйдің ішіне кіріп отырдым. Мұның қалай деген ол жоқ, өз ісімен әуре. Жылап зарлап болып көзін сүртіп, қыздың іргесінен бір жуан таяқты алып шығып бір ысқырып қалып еді. Қылыш асынған бір-екі жендет кетіп келді. Көк өгіздің төрт аяғына төрт қазық қағып, мықтап байлап қойып дүрені салды. Кейін өз қолынан жонына 100 таяқ және салды. Ол жарамай сынған соң өгізді шалқасынан салып қойып, және бір таяқпен бауырын тілгілеп, екі бүйіріне 200 таяқ салды. Өгіз өкіргенде құлындағы дауысы құраққа шықты. Әрберден соң өгіз шала жансар қалды. 400 таяқты салып болып, өгіздің ауыз басын арғын орамалмен сүртіп жіберіп, білемнің үстіне құс төсек салып жатқызып қойды. Қайтып үйіне келіп отырды. Аздан соң тамақ әкелді. Оны ішіп болып да мені қасына шақырып алып, кәне шырағым, бейнет көрген адамға ұқсамайсың, өлімге жаныңды қиғандай. Тірліктен үлкен не арманың бар, айтшы деді. Айтшы дегенде қуанғаннан жылап қоя бердім. Мен өзімнің кім екенімді, басымнан кешкен уақиғамды бастан аяқ қалдырмай баян қылдым. Көк өгізді жігіт, ой, сіздікі ештеңе емес. Құдай сені ертең ақ жарылқайды. Себеп менің уақиғамды біліп алып қайтасың. Өмірі өлгенше қайғы жайлап кететін мен айтсаңшы деп сөз бастады. Мен де бір патшаның баласы едім. Әкемнің ешбір перзенті болмай 3 қатын алған екен. Ең кіші қатыны менің анам,
екі қабат болған уақытында әкем баламның өміріне кітап ашып бер, бақытты бола ма, жасы ұзақ бола ма, қыз бола ма деп шаһардағы барлық бақсы балгерлерді жиып алып сұрапты. Бақсылар кітаптарына қарап балдарын ашып бәрі де үндемейді. Патша: неге айтпайсыңдар, не көрдіңіздер деген екен. Сонда бір ішіндегі ғұлама үлкені: әйеліңіз ер бала табады, атын Әшім қойыңыз депті. Онан соң 12 жасқа келгенше жер астына сақтаңыз, әйтпесе өмірі қысқа болады, өзінің көргені білмек деген екен. Әкем еркек бала деген соң қуанып бірнеше жұмыскер жиып алып, жерден сарай жасатқан, оны болған соң 12 жылға жететін азық үйдіріп, шешемнің ай күн толған уақытында қанша даяшымен мені оқытатын молдамен бәрімізді жер астына түсіреді. Шешем сол жер астында босанып, сонда асырап, сонда тәрбиелеп жүріп жатады. Мен ештеме білмеймін. Кәдімгідей ел құратын жері бар, жақсы оқып жүрдім. Сонымен жасым 11-ге келді. Бір күні ел құратын жерге барып қыдырып әрі-бері жүредім. Жоғарғы жақтан бір болымсыз жарқыраған саңылау көрінді. Әлгін тамаша қылып қарап тұр едім. Әрі-беріден соң алтын таққа мінген, дүниеде теңдесі жоқ бір сұлу қыз әлгі тесіктен түсіп қасыма келіп, мені алдын алып құшақтап, қысып, оң бетімнен бір, сол бетімнен бір сүйді де қайтадан ғайып болып жоқ болып кетті. Ешбір тұрағын білдірмей кетіп қалды. Ол кетісімен әл жерді талып қалыппын. Әрі-беріден соң көзімді ашсам, шешемнің екі көзі бұлаудай, молда дем салып отыр. Ғашық оты ішімді күйдіріп әкетіп барады. Не болды деп молда мен шешем сұрайды. Айтуға аузым жоқ секілді. Әкеме хабар салып, жер үстін алып шықты. Ат жетер жерден бақсыз деп ешбір ем қыла алмай қойды. Ақыры шаһарымыздағы бір ғұлама қарап, бұл бала жазылмайды, бұл ғашық болған болу керек. Пәлең шаһарда бір дәрігер бар, оның бір қарағаннан қалмайды, баланы сонда жіберіңіз. Бәрібір шақырғанмен ол келмейді. Мен өзім бастап апарайын, дәрігерге қанша тарту сыйлықпен жіберіңіз деді молда. Мұны естіп әкем пақыр мен жазылғандай болып қуанып, ырғап жүргізді. Арада бірнеше күн жол жүріп дәрігерге келдік. Әлгі дәрігердің әдеті халқын жылында бір қарайды екен. Елінде жөнінде ауру болмайды. Адамды ажалға да талғап қана Құдайдан қорыққаннан береді екен. Сонымен мен барған кезде елінің жиылып көрінетін уағы болып қалыпты. Шаһардан 5 шақырым шамасындай жерде сарай бар екен. Оның алдына елі жиылып қаз-қатар отырады екен. Өзі жалаңаш келіп, елді қарайды. Сол елмен бірге мен де келіп отырдым. Дәрігер келіп, басынан төмен қарап, қайсы біріне ауруың жоқ деді. Әлде қайсына бір жапырақ қағаз берді, қайсы біріне дәрі берді. Бәрі де оңалып, тарап кетіп қалды. Маған келді де бетіме қарап өтіп кетті. Өзімнің төсім сарғайып, өңім бұзылып кеткен болуым керек. Анау қарамаған соң жаннан күдер үзіп, өледі екен ғой деп ойлап отырдым. Әбден ел тарап болған соң шал келіп, мені ертіп өз сарайына алып келді. Үйіне келіп бір үлкен сандық алып келіп, аузын ашып, астына орындық қойды. Сандық толған кітап, мынаны оқи бер деді, өзі кетіп қалды. Оқып отырмын. Еш нәрседе шаруам жоқ. Күн сайын тәуір болып келе жатқан секілдім. Шүкір жаман емеспін. Кітаптардың бәрін 6 ай ішінде оқып бітірдім. Бір күні бір кітапты оқып отыр едім. Тазым бір аурулы шалды алып келіп, шалқасынан жатқызып қойыпты. Кітапты оқып отырсам, кітапта көсеу темірді отқа қыздырып, бісміллә деп, аурудың басына таяп апарсаң, мойнына жабысып тұрған кенедей дерт темірдің басына жабысып шығады. Темір ыстық болса, шал өліп кетеді делінген екен.
Әлгі өзімнің ұстазым шалды осылай емдегелі жүр екен. Ұстазым темірді ысытып алып кетті. Байқасам темір ыстық. Таяп тиіп кетсе өліп кететін. Ауруға жаным ашып, ата, өліп кетет дедім. Солақ екен, темірді лақтырып жіберіп, шашын, сақалын жұлып, ойбай салып, үйден шығып, безіп кетті де қалды. Онда жұмысым болған жоқ. Жүгіріп келіп, темірді суытын қырап жіберіп, далаға шықсам, ұстазым жарылып өліп қалыпты. Бұл не деген ғажап болып кетті деп жүрсем, ол кісі мынау өзімнен қалай асып отыр деп, күншілік етіп жарылып кетіпті. Сонымен шалды ақ жауып, арулап қойып, сарайларын аралап жүрсем, бір бөлмеде кішкене ғана бір сандық тұр. Ашып қарасам, ылғи дұғалық, ісми-ағзам дұғасы. Әлгілерді қолым алып оқып көрсем, пер байлау шарттары бар екен, алып оқып ойлап отырдым. Баяғы қыз осы перден шығар, бұларды байлайын деп, бір дұғалықты алып оқыдым. Әлден уақытта, жаным, бұл не қылғаның? Қырасың ба мұнша деп, жиылып келіп тұрған ылғи перлер. Ендерде менің шаруам жоқ. Патшаларыңның қызын әкелсеңдер босатам, болмаса бәріңді қырам деп едім. Жымыр деген бір ұшқын жіберіп патшаның қызын алдырды. Өзімнің неше жыл зарғып салауру болған Шахинорды есіктен алып келгенде есімді білмей талып кеттім. Әлдені уақытта көзімді ашсам, баяғысындай алдына алып, бұл бүркіп отыр екен, құшақтап көрісіп, жа Құдай, тілекті бердің деп мауқымды бастым, байлаған перлерді босатып, некемді қидырып, осы сарайымды өзіме бөлек етіп салдырып, өзім арнаған үйге кіріп, сәт күн екеуміз қосылып жатқан едік. Сырт жағымнан бір дауыс: «Ой, ақымақ, тозаққа кетесің, қойныңдағы ісми-ағзам дұғасын бер әкел» деді. Байқағам жоқ, ұрып бере салдым. Қолына түскен соң таптырама алды да кетті. Сөйтсем мені перілер алдап, аңдып жүреді екен. Өздерін байлайтын дұға қолдан кетіп қалды. Ана шымылдықтың ішінде жатқан қыз не өлі емес, не тірі емес, шала жансар. Көк-өгіз сол дұғалықты сұрап алған пері. Ұстап алып, жылында кегімді бір алам. Зарлап жылайтыным ана қыздың күйеуі, сол пері тірілмей. Бұл дүниеде осымен қосыла алмай кеткенім-ау деп жылаймын. Халықта иіріп алатыным, бәрі де менің осындай болғаныма қайғылы. Өзім барып жылап, зарлайтыным халыққа ашықтығымды білдіремін. Өлтіретін жігітім сол ұстап қалған перілерім. Жылында біреуін ел көзіне көрсетіп өлтіріп қайтамын. Қайтып келіп, дүре салатыным, шыдай алмай кек алам. Торғын орамалмен ауыз мұрнын сүртетінім жаным ашиды. Осы уақиғаға міне 5 жыл болды. Содан бері артқаным қасірет деп өзім бітірді. Енді ұлықсат беріңіз, исми-ғзамды мен іздеймін дедім. Жоқ, осы өнермен мен де неше жыл таба алмай зарлап отырмын. Қор боласың. Елге барда ғашығыңды қуантып мақсатыңа жет деді ол. Жоқ, іздеймін. Өлсем сізден артықпын ба деп, дұғалықты іздеп жолға түстім. Қайда екен ешкім білмейді. Әйтеуір бетім ауған жаққа қаңғып жүріп кеттім. Бет алды сандалып жүріп, қаңғып еш дерегін білмей, қой таба алмай барғанша өлгенім артық деп бір тауға шығып, жартастан құлап өлем деп тұрғанда бір дауыс: «Ей ақымақ, неге кетесің? Ана бейітке бар, 3 дәруіш отыр, соған барсаң мұратың қасыл болады» деді. Мұнда келіп едім, дерді көрдім деді Мұратхан. Екінші дәруіш: «Енді сіз сөйлеңіз» деді 3 дәруіштің әуелгі екеуі. Мұратханның алдында келген адам сөзін бастады. «Мен Жазира шәһәрінің патшасының баласы едім. Әкем онша жақсы, ақылы ес адам болды. Мен еркемін. Жасым кәмелетқа толып сейіл серуен құрып жүрмін. Қасыма ерген 40 нөкерім бар.
Бұл жалғанда теңдесім жоқ деп ойлаймын. Еш нәрсе ойыма кіріп шықпай, бір күні серуенге шығып, аң аулап келе жатыр едім. Алдымыздан бір басы алтын бөксесі күміс киіп ойнақтап шыға келді. Құдай берді деп, алды-артымызға қараған жоқ, бет-бетімізбен қуып жөнелдік. Киік қашып келеді, біз қуып айғай салып келеміз. Ештемемен жұмыс жоқ, естертіміз киікке жету, ол жарқ-жұрқ етеді. Аттар шаршаған жігіттер бірте-бірте қалып жатыр. Онда шаруам жоқ. Естертім киікті ұстасам деймін. Киік сонша қызықты, шіркін-ай, ұстап алып, сарайымның ішіндегі бақшаға қоя берсем деймін. Атым жүйрік болдырар емес. Неше түрлі болып аспанға ұшып кетеді. Бір мезгілде артыма қарасам, адам көрінбейді, бәрінің аты болдырып қалып қойыпты. Мен оны керек қылғам жоқ. Қызу мен киікке қызыға-қызыға қуып жүре беріппін. Күн батуға таянған мезгіл еді. Киік те болдырды. Менің атымды болдырып келе жатқанда, алдымыздан бір үлкен су кездесті. Бұған киік те келді, мен де келдім. Қайда барарын біле алмай, секіріп суға түсіп, жүзіп жөнелді. Шыдап тұра алғаным жоқ, мен де түстім. Әлден уақытта ол да шықты ағар жағына, мен де шықтым. Және қашып жөнелді. Беті таяу тұрған бір тау бар екен, соған қарай тартты. Мен де қалғаным жоқ. Таудың бір үлкен терең сайына қарап қашып келеді. Мен де қуып келем. Сайдың төр жағында бір көк күмбез тұр, киік келіпті, соған кіріп кетті. Артынан келіп атымды байлап тастап, мен де кірдім. Келсем дәлеме жоқ. Екінші бір есіктен қарадым. Үш жағын неше түрлі етіп безеген екен. Кірсең шыққысыз бір сарай. Соның дәл төрінде киік сұлап жатыр. Оның басында ақсақалды бір шал жылап отыр. Сені кім осындай қылды, жануарым, Құдай онда сендей азапқа салсын деп отыр екен. Екінші бөлмеге қарасам, оң жақ қабырғада бір шымылдық құрулы тұр. Ар жағында айдес ауызы күндесі көзі бар. Қарағасы қиылып бір қыз отыр. Көзім түскен кезде бойымнан тағат кетіп жан тәніммен ғашық болдым. Ей, сен не қылған адамсың дедім, үндемейді. Жымия қарап көрген сайын сабырымды алып барады. Жақын келіп, ей, сен не деген жансың, нағып отырсың дедім. Үн жоқ, бедірейіп отыр. Үндемегеніне саланып, жаным ау не еткен жансың, жөніңді айтсаңшы деп. Дәл қасына жетіп келсем, сурет екен. Не болып кеткенімді білгенім жоқ. Сурет болса да есім шығып талып кетіппін. Суретті құшақтап, зарлап, жылап отыр едім. Жасы 60-70 мөлшерінде бір қарт адам кіріп келіпті. Әттеген ай, жас басынан мына дертке қайдан душар болып қалды сорлы бола. Мұнда не шаруаң бар деді. Бәрібір ол сенің қолыңа түспейді. Ғашықтық дертінен өлгеннен басқа жоқ деді ақсақал қасыма келіп жылап отырып. Ата дедім, Құдай үшін маған жөн жобасын қай түр екенін айтып көрсетіңіз дедім шалға. Шырағым, мен шал емеспін. Биыл жасым 28-ге шығады. Осы қыздың әуресімен шашым сақалыма қарды. Менің балалау кезім еді. 20-ға жетер-жетпес уағым. Ром шаһарына барып келе жатқанда бір сәнді салтанатты үлкен шаһарға кез келдім. Шаһарға таяп келіп, қасына қондым. Күн ыстық түс мезгіл еді. Шатырды тігіп тастап жатыр едік. Аздан соң бір жігіт келді. Сол шаһардікі екен, әдемі. Еркек затқа бітпеген пішіні бар, періште десең болады. Ат үстінде тұрып, жолдарыңыз болсын, қай жердіксіз деді. Айтқаныңыз келсін, Ром шаһарына барып келе жатқан керуенбіз дедім. 3-4 жас менен кіші ол. Ағай, бері келіңізші, сізде бір шаруам бар еді деді. Бұрын көріп білген кісім емес. Бірдеме істегелі жүрме деп, қорқақтап бөгөжөктеп едім. Қорықпаңыз, мен де адам баласымын. Не қылам дейсіз деді мұңайып. Жіңішке дауыспен майдалап қана қасына бардым. Ажарыңыз тәуір болған соң сізге бір іс тапсырайын деп келдім. Бармасаңыз айтпаймын деді. Айтыңыз, түріне қарай барамын деп едім ол. Мойныңызға алсаңыз айтам, әйтпесе айтпаймын. Нәсіліңізді көргесін сіз орындай алады деп келіп отырмын деді. Жарайды енді айта қой, тәуекел барайын дедім. Қалтасынан бір сөз жазған қағаз алды да, мына хатты сонау ақ мұнараның ішінде
Сегіз патшаның санаты отырады, сол күмбезге барыңыз. Күнбатыс жақтағы есіктен кірсеңіз, кішкене көше бар. Соның жан жағында бөлек-бөлек есігі болады. Аузында күзетші кісі көрсе атады. Сіз соларды көргеннен қолыңызды көтеріп барыңыз. Қасына барған соң хатты көрсет. Сізді нұсқап жібереді. Сонан оң жақ қабырғада 3 есік болады. Сіз соның екеуінен өтіп, 3-ші есікті ашып тұрсаңыз, төрінде аяқ қолы шынжырлаулы бір арық жігіт отырады. Мына хатты сол жігітке беріңіз. Беріп қолына тиген соң, жартау сөзге келмеңіз, тез кейін қайтыңыз. Осын істегенде шапшаң тез барыңыз. Егер жауапқа келемін деп бір сәт кешіксеңіз, сіз бұл дүниелік адам болмайсыз. Басыңыздың қалай кесіліп қалғанын біле алмай қаласыз деді. Мен қызбын, әкем бермеймін деп ұстап отырған менің ғашық жігітім еді деді. Мен қызбын деп айту мұң екен. Жан тәнім мен ғашық болдым. Жүрегімде сабырлық қалмады. Мен осындай халге душар болдым деп ішкі сырымды айтқым келіп еді, бірақ мұның хатын апарып, әуелі оның ішкі сырларын біліп алайын деп ойлап құп болады деп хатын алып жүріп кеттім. Айтқанындай ақ күмбезге келіп көрсеткен есіктен кірдім. Мен кіріп келсем, 3 есік тұр. Төргісінің аузын ашып қарасам, бір жігіт отыр, аяқ қолы шынжырлы. Нұсқасына қарасам, адам баласының жаны ашитын арықтығы, ар жағынан сүйектері көрініп тұр. Bir түрлі мехнат көріп отырған адам. Түрін қарап тұрсам, құр қу сүйекті құрап қойған секілді. Не қыларымды білмей, осын істеген адамды шамам келсе, отқа итергім келіп, қаным қайнап, жөн сұрайын деген оймен хатты қолына беріп, жаным-ау, мұнша саған не болды деуім мақ сол екен. Дүниесі қозғалғандай шатыр-шұтыр етіп, зілзала орнағандай болды. Не екенін білмеймін, өліппін де қалыппын. Сонан кейін көкте екенімді, жерде екенімді білмеймін. Bir уақытта кішкене есім кірейін депті. Қозғалуға дәрмен жоқ. Өне бойым ұсатылып қалған, қимылдатпайды, басым зеңеді. Байқасам мүшелерім өзімдік емес секілді. Жан жағыма көз жіберсем, өзімді табытқа салып көтеріп жүр. Өне бойымда қызыл қан жауып кеткен, жатқан жерімде қара құрттай кісі қаптап жүр. Басым быт-шыт болып жарылып қалыпты. Бұл қалай деп сұрайын десем, шамам келетін емес. Көтеріп жүрген адамдарға мені бір оңашалау жерге апарыңыздар дедім. Іздеп келіп алатын жолдастарым қайда екенін білмей жүр ғой. Әлде мынадан қорқып қашып кеттім екен деп те ойлаймын. Әйтеуір топтан шеткері бір жерге алып келіп, табытыммен қойды. Ептеп байқасам, бұрынғыдан гөр есімді жиып қалыппын. Топтың ортасында биік құрылған табыт тұр. Үстінде бір өлген адам жатыр. Астында бір еңгезердей әдемі жігіт. Басында айырғалпақ, қолында қос шелек найза, үні киінгені торқа сауыт, мойында садақ, ек көзінен жас ағып. Бауырым-ай, тиянағым-ай, жүзіңді көріп ауызекі қоштаспадым ау деп зарлап, найзасына сүйеніп жылап тұр. Сонша көп халық табытта айналып жылап, олар да тұр, тұруға шама жоқ. Bir кісіні шақырып алып, мынау не уақиға деп сұрадым. Ол адам жайланып жаным отырып, мұны сұрасаң айтайын деп бетіме қараттан. Ол табытта тұрған жігіт, бағанағы өзің қатап арған жігіт еді. Сен сөйлеспей бере салып, кейін қайтқанда адам білмейтін еді. Ешкімді сөйлестірмеуге, ешкімге көрсетпеуге. Патшаның қойған адамдары сенің даусың шыққанда соғып кетті. Қыздың дұғасы бар деп айтуы да сол еді. Анау өлген жігіт патшаның баласы, және оның інісі де патша. Бірақ бұл патша болғанда арық жігіттің әкесіне қарайды. Қыз сол кіші патшаның қызы. Інісі ағасын өлтіріп, орнына үлкен патша болсам ау деп жүреді екен. Bir mezgilder болғанда ол есемін адамға сездірмей, бір мыстан кемпірге ақы беріп, ағасын өлтіріп, мұра менікі деп, баласына бермей, ағасының орнына патша болды. Сонымен ол жүріп жатты. Екеуінің әкесі бір туысқан кісілер болса да, қыз жігітке ғашық, жігіт қызға ғашық. Мұны бір күні қыз әкесі сезіп қойып,
Екі тозақы бұлар шариғатқа қисық істеді және мені халыққа масқаралады. Патша қызы інісіне ғашық деген әңгіме елге жайылды. Мұны жөншілікпен өлтірмей масқаралап өлтірейін деп ойлады. Ақыры жігітті шынжырлап қысып ұстады. Сөйтіп, ешбір адам айла таба алмай, қыз жүре беріп ешкім білмейді. Сырттың адамы деп сені жіберген еді, өзің сөйлесем деп мына бейнетке ұшырап жатқаның. Жаңа сенің сөйлескеніңді қыз әкесі патша біліп жігітті дарға тартып жіберді. Сол екі ортада арық жігіттің бір апасынан туған жиені болушы еді. Бетіне жан келмейтін мықты батыр болған еді. Бір күні түс көретті, халқына қару жарақтарыңды алыңдар, менің нағашым бір пәлеге кездесті, соны біліп қайтам деп іздеп келген еді. Мынау арық жігіттің өлген үстінен шықты, келе айғай салып араласып берді. Сол жерде дар басына жиылып тұрған халықтан біліп, патшаның басын алып, нағашысын анау мұнараға салып, өзі астында жылап зарлап тұр. Қыз күләнді әлгі батырдың қасында бір талып, бір тіріліп отыр деді бөтен адам. Сөйтіп отырғанымызда баяғы өзімнің көрген жолдастарым жылап, шулап, мен тірі тауып алғанға өздері қуанып, мен сол табытыммен көтеріп қосқа алып келді. Кәне енді бір жүрейік, өстіп отырып осылардың бірдемесіне ілініп кетерміз, қайтайық деді жолдастарым. Менің онда жұмысым жоқ. Есті дертім күләнді, енді бір көріп сонымен сөйлессем деймін. Күләнді мен сөйлессем бе деген оймен ақырында жігіттерді тоқтаттым. 2-3 күн өткізіп, жараларым тәуір болды. Соның жүзін көрейін деп шаһарға таман аяңдап келдім. Сұрастырып білсем, батыр жиен бір бөлек алтын сарай салдырып соған қызды бөлек бүттіріпті. Жан-жағын қоршаған әскер. Мұнан күдер үзген соң, қайтерімді біле алмай сандалып келе жатып, енді әуре болмайын. Себеп ол менің қолыма енді түспейді. Мұның суретін алсам да болар деп ойладым. Күләнді қыз күймелі пәуескемен келе жатыр екен, күн ыстық. Тердесін ашып мені көріп, атын тоқтатып тұрып, әй жігіт, сен сөйлеспегенде өлмейтін еді ғой. Бірақ та жазу осылай шығар, сен де қас қылған жоқ шығарсың деді. Сонсың мен жылай бердім. Ол неге жылайсың деп сұрады. Өз қалымда айтып едім. Ой бейшара, әуре болма. Батыр білсе, екеумізді өлтіреді. Оның да өзің барда елің тап деді. Ең болмаса суретіңді берсеңші дедім. Ендеше алтын сарайдың батыс жағына барда тұр. Қазір мен де барамын деді қыз. Келіп тұрдым. Әлден уақытта күн батар мезгілде қыз келді. Көрді де бір нөкерін шығарып алып, үйдегі менің суретімді әкеп берші деді. Нөкері алып келіп маған берді. Сонсын күлән қош айтысып, сарайға кіріп кетті. Жылай-жылай мен қайттым. Ана тұрған сол қыздың суреті деді шал. Ол үшін әуреленбе, ала алмайсың. Өзің жазым боласың, қайт деді. Мұны естіп тағы жалынып зарлап, ағатай-ау, рақым қылсайшы, мендей құрбыңа жөніңді айтсаңшы барайын деп, шалдың аяғын құшақтап жалындым. Тоқта деді бір уақытта. Сенің зарың менің сүйегімді сырқыратты, енді айтайын. Шал мені ертіп, биік таудың басына алып шығып, жөнін көрсетіп. Осымен тоқтамай жүре бер, алдыңнан бір үлкен көл. Жайқын су кездесет, сонан аман өтсең, еліне барасың деді. Егер де осы жолмен жүріп отырып, суды тапсаң, сол суда менің астылы-үстілі байлап қойған кемем бар, соған мін, және батысқа қарай аға бер, басқа жаққа бұрылсаң, ғұмырыңда табу жоқ деді. Мен бәрін сұрап алып, Құдай енді өзің оңғар деп жолға түсіп жүріп кеттім. Шалдың көрсеткен жолымен тура аман есен суға келдім. Суды жағалап жүріп кемені тауып, біраз осы жерде тынығайын деп 3 күн жаттым. 4-ші күні жүрмек болып, кемені дайындап суға түсіп кете бардым. Күн батысқа жүріп кемені айдап келе жатыр едім. Күн бұлттанып жел тұра бастады. Дауыл соқты. Мен кеменің астындағы қабатына түсіп алып жаттым. Әлден уақытта жел шығып судың жүзі
Боранша көпіріп толқын таудай болып кемені айдап жөнелді. Біресе аударып, біресе домалатып жүріп келеді. Менде еш жоқ. Кемесімен суға кетем ғой деп жылап қорқып, жанымменен қош айтысып жүріп келемін. Бір мезгілде жел басылғандай болды. Кеменің үстіңгі қабатына шығып қарасам, қалай кетіп бара жатқанын білінбейді. Дүние жүзі көк су. Дүниенің ол шеті мен бұл шетіне көз жетпейді. Мен жылап еңіреп, мына судан енді шыға алмай өлгенім ғой. Күләндем жүзіңді бір көре алмай кеткенім бе деп ботадай боздап жылай бердім. Бір уақытта жел қайта көтеріліп, таудай толқындар кемені аударып төңкере бастады. Мен сорлы тағы кеменің астын қабатына кіріп жатып алдым. Кемен толқын тербеп айдап сырғытып келеді. Осымен судың бетінде 7 күн жүрдім. Әлден уақытта кемені жел айдап жағаға алып келді. Қуанып секіріп түсіп, кемені байлап тастап, қырға шығып жүгіріп келе жатырмын. Көздің ұшында шаһар көрінеді. Биік ақ мұнарасы бар. Жүгіріп шаһарға келдім, келсем адам жоқ, бір түрлі сәнді шаһар. Бұл не шаһар деп аралап келе жатып ортасында күнші зейнеттеп салған сарайды көрдім. Айналып жүріп, бір жақ есігінен ішіне кірдім. Сарайдың асты үстінде адам айтқысыз алтындаған құрулы тақ бар екен. Тәңірім! Бұл шаһардың адамдары малы жаны есі қайда кеткен? Апат келіп қырылды екен? Болмаса алтынмен жолаушылап кетті екен деп тұрып тақтың үстіне шығып, өз елімдегі патшалық өмірім ойыма түсіп масаттанып отыр едім. Әлдені уақытта даладан дауыс шықты. Не дауыс екен деп есім шығып далаға шықсам, шаһардың іші толған маймыл. Мен есімнен айырылып қалып кеттім. Менің үніммен маймылдардың жұмысы жоқ. Мені көріп қалып шуласып, Құдай берді, мынаны патша қылып аламыз, жесірнақ бізге тимейді деп шарқырасып жатыр. Бір мезгілде көзімді ашсам, бетіме су сеуіп отырған ылғи маймыл. Тағы не пәлеге жолықтым деп зарлап мен жылап отырсам, маймылдар бізге өсиет айтып отыр деп ойлапты. Мен зарлап жылап болған кезде бір үлкен тақтайды 2 маймыл көтеріп алып келді. Тақтайда жазу бар екен. Әкелді де менің қарсы алдыма қойды. Бұл не нәрсе деп тамашалап қарап тұр едім. Жазылған сөз мынау екен. Бұл шаһарға келген адам баласы осындағы жазу бойынша маймылдарға патша болып тұра береді. Егер кетем деп ойласа, өмірін қорлықпен шірітеді. Шыдамай кетем деп күншығысқа қарай жүрген адам жезтірнаққа кез болады. Оңтүстікке жүрген адам кісетін жейтін адамға кез болады. Солтүстікке жүрген адам шеті жоқ су болады. Осы маймылдарға патша болып тұрса, ақиретте ақ жүзді иманды болады деген. Ақырында мұны жазған мен Сүлеймен пайғамбармын деп қол қойған. Мына жазуды оқып мен тағы да талып кеттім. Өліп кетті ме деп маймылдардың еш шығып шуылдап, су сеуіп тағы тірілтіп алды. Бір уақытта маймылдар өз сойып жесін деп бір семіз қой берді. Неше күн су бетінде жүріп қарным ашып қалған екен. Маймылдардың енді қастық қылмайтынына көзім жетіп, қойды өз қолыммен сойып бұзып, қазанға асып едім. Сөйтіп мен маймылдарға патшалық әмір ете бердім. Түн болса маймылдар, жатсам да маймылдар айналамды қоршап ұйықтайды. Қашып құтылу қиын-ақ. Таң атып, тамақтанып болған соң бір итті ерттеп, мені мінгізіп алып, ертіп жүреді. Күншығысқа қарай келе жатырмыз. Бәске мезгілде бір үлкен дарияға келдік. Ол күні жезтірнақтар маймылға шабуыл жасайтын күн екен. Әлдені уақытта қара құрттай қыбырлап келе жатыр. Маймылдар мені шырайын алып тығылып шулап тұрды. Жезтірнақтар таяп келіп мені көріп, маймылдарға тие алмай еріліп тұрып қалды. Маймылдар қуанып, адамзаттан патшамыз бар деп жезтірнаққа көрсетіп жүгірісіп жүр. Егер адамзаттан патша қойса, жезтірнақ тимейді екен, олар еріліп тұрып тарап кетті. Түс болған соң біз де шаһарға қайтып келдік. Күндіз түні уайым қайға, қалай кету есебін таба алмай, жылаймын да отырамын.
Bir günü ойланып отырып қой, бүйтпейін. Халқымдар алайын деп бұларға әмір қылайын. Сонан соң өздерімен өздері әуре болып кеткен кезде қашайын деген ойды ойладым да, халқымды жиып алып, мен алыста жатқан елімді аралаймын деп, жүйрік итті ерттетіп, міне салып, ел аралауға жүріп кеттім. Құмырсқа жақтағы бір маймылдың ауылына келіп қондық. Патша келген соң есі қалама, арақ шарапты жинап, малды сойып, естері шығып шуласып жүр. Сөйтіп отырғанда мен барлық жұртты жинап алып, арақ шарапты ішкізіп түгел мас болған кезде итке мініп алып қашып жүріп кеттім. Мастықтары қайтып естерін жиған кезде олар тұрып мені іздейді. Кетіп қалғанымды біліп, барлығы жиылып ойбайлап жыласып, енді өлдік деп шулап, иттеріне мініп алып, менің кеткен ізіме түсіп алып қуып береді. Олар қуып жақындап келе жатқанда мен де жаңа ғана құмырсқаның жұртынан өттім. Құмырсқалар жалғыз мені байқамай, таң алдында шырт ұйықтап жатқан еді. Мына қуған маймылдардың дүбірімен оянып, көріп, әдейі өз жұртына іздеп келген жауды аясын ба, қарсы шығып соғыс салды. Мұны көріп маймылдар мені қууға шамасы келмей, құмырсқалармен соғысып қала берді. Мен сол жүргеннен жүріп, тоқтамай 3 күн 3 түн жүрдім. Тынымсыз жүрген ит, онан әрі жүруге жарамай болдырып, өлім халіне келді. Берейін десем түк тамақ жоқ, енді қайтерімді білмейді. Я Құдай, мен қарыпты осынша неге аямадың деп, уайымдап отырдым да, қой бүйтпейін. Мұнымен отырып өліп қалармын, жүріп тіршілік қылайын деп итті тастап, жаяу қаңғып жүріп кеттім, көп жүрдім. Ел жұртымның бетін көре алмадым, ылғи шөл, жапан-түз дала. Әбден қалым бітіп, өлудің азақ алдында болып келе жатыр едім. Алдымнан бір биік тау көрінді, соған аяңдап келдім. Басына шығып, қарайын, жан-жақтан не көрінер екен деп ойлаған едім. Әлім бітіп шаршап, қалай шығарымды біле алмай тұрдым. Дәл тұрған жерімнен бір биік тас көрінді. Қой бүйтіп, итжемеде өлгенше мына тастан құлап өлейін деп енді екіргелі тұрғанымда, арт жағымнан бір дауыс: «Ей ақымақ, имансыз неге өлесің? Онан да анау биіктің ішінде 2 дәруіш отыр. Соған барсаң, мұрадың қасыл болады» деді. Мұнда келіп едім, мына екеуіңді көрдім деді. Үшінші дәруіш: мен де бір патшаның баласы едім. Әкем сонша қаһарлы, алдына еш адам келмейтін түсі суық адам еді. Сол кісіден мен жалғыздым. Және бір қарындасым бар. Басқа ұл туысым жоқ. Сайран етіп сауық құрып жатамыз, еш уайым жоқ. Қасыма ерген нөкерлерім бар, күнде сауық. Әкемнің қартайған уағы еді. Бір уәзірі бар, ол да халыққа қадірлі, бірақ қатаң мінезді еді. Bir gün әкем ауырып, 3 күн жатып дүниеден қайтты. Өзім жас, әкем өлген. Уайым қайғымен қараланып мен жүрмін. Шешем тәуір кісі еді. Bir күні: «Балам, өлгеннің соңынан өлмейсің, осы елдің түрі жаман. Түбінде ертерек мына әкеңнің орнына отыр. Өйтпесе мына уәзірдің мінезі жаман. Қаңғыртып адам еді. Іштен жүріп bir күні халықты өзіне аударып алып таққа отырарда сені қаңғыртып жібереді. Онан бұл ұялатын кісі емес, саған менің айтқан ақылым» деді шешем. Мына сөзді түсініп, елімді жинап алып: «Ой халқым, әке өлсе балаға мұра деген еді, мынау әкемнің орны бос тұрмасын» дедім елге. Анау-мынау деп отырғанда уәзір сөз бастап еді, отырған ел оны мақтады. «Патшаны енді көп болып, тасталып сайлаймыз. Мен болам деген кісінің бәрі де патша бола берсе, елдің бәрі де патша болар» деді ол. Анау-мынау деп едім, елдің беті ауып кеткен екен. Сол жерде табан аудармай уәзірді патша қойды. Уәзір мені сол сарайдан шығарудың қамына кірісті. Жас болсам да, жөншілікпен шығам ба, тартса кеттім. Ақырында уәзір қойған жоқ. Өзімді қорлықпен масқаралап айдап шықты.
Onu men ne kılarımdı bilmey sandalıp yürüdüm. Sol әкем патша болып тұрғанда bir досы бар еді. Bir күні жылап соған келдім. Ол мені көріп жылап, қайран шырағым, Зейнел-ай деп құшақтап біраз тұрып, шешем қарындасым бәрімізді үйіне ертіп келді. Отырып, ей Зейнел, әкеңмен құдай дескен дос едім, сен мына халге ұшырап қалған екенсің. Әкең тірі уағында бір перінің патшасымен дос еді. Соған жылда бір барушы еді. Қолқасына бір маймылдың суретін әкелуші еді. Сол сурет 39 болып еді. Барғанды мені қалдырмай алып барушы еді. Сонда пері айтушы еді, осы сурет 40-қа толса, не болам десең боласың. Кімде қандайлық кегің болса, соны қалайда аласың деп еді. Сен соған барып, мына болған қалыңды айт. Әкеңмен достығын айт. Сонан соң қалған маймылдың суретін сұрасаң берер, мен соған ертіп барайын деді. Әкемнің досы екеуміз жүріп отырып, бір күндерде періге келдік, күтіп алды. Сонан соң болған халді айттым. Әлгі пері патшасы отырып басын шайқап, балам, сені қайдан білейін? Ешбір сырыңды алғаным жоқ. Әкең адал достыққа жарайтын жақсы кісі еді деп отырып та жарайды. Әкеңмен дәмдес болып едім, бір рет сынап берейін. Мен адамзат патшасы Онзила шаһарының қызына ғашық едім. Мен соны тартып алам деп барғанымды біліп еді. Әсмеғзам дұғасын оқып, жолатпай қойып еді. Сонан не істерімді білмей отырмын. Не ықтиярымен бермейді. Оны қас қылмай әкеп берсең, маймылдың суретін берейін деді. Пер патша соны айтып, қолымызға мынаумен іздейсіңдер деп бір қыздың суретін берді. Қарасақ көрген адам жолын өлетін. Суретті алып патшаның ғашық қызын іздеп кеттік. Көрсеткен жөнімен іздеп, неше күн жүріп келе жатыр едім. Елсіз далада иығына қоржын салған бір қайыршы шал кезіге кетті. Сәлем беріп жөн сұрады. Балалар, мен сол шәһәрдікімін деді. Қайыршыдан мына жақсылық хабарды естіген соң мен тұрып, ақсақал, қайырсыз 1000 теңге аласыз ба? Жоқ, қайырлы 1 теңге аласыз ба дедім. Қайыршы, қайырсызды не қылайын, қайырлы 1 теңге беріңдер шырақтарым деді. Сол жерде қайыршыға бір ділдә беріп жүріп кеттік. Жөнін сұрап бір мезгілде шәһәрді тауып алып, күн кешкірген уақыт шәһәрді аралап келе жатыр едім. Шәһәрдің орта тұсында бір үлкен алтын сарай тұр екен. Bir жағы құлаған, ішінде бір шал, бір қыз отыр. Келсек бағанаға, қойнымыздағы суреттегі қыз көңіл шат болып, осында қонайық деп келе жатсақ отырған шал, бағанағы өзіміздің қайыр берген шалымыз. Аттарымызды байлап тастап, ассалаумағалейкум деп кіріп келдік. Көргеннен ақ тани кетті. Бәрі де жылап отыр. Шал қалбалақтап, жоғары шығыңдар балалар. Жолдарың болсын қарақтарым, сендердің 1 теңгелерің қайырлы берекелі болып, бүгін соғанда көп нәрсе алдым. Мына балам қуанып көп алғыс айтып отыр деді. Алла сендердің жолдарыңды қылар, біз де мүсәпір адам едік деді. Сонда қуанып отырып, басымдағы досым сөз бастап, пері патшасы жібергенін айтып қызды сұрады. Шал мынау сөзді естіп жылап сөз бастады. Балалар, мен заманында патша едім. Қапыда Құдай тағала мына күйге салды. Сол пері лағнат келіп соғысып, мал мүлкімді талауға салып, көп қинау көрсетті. Мен де патшамын. Жөншілікпен қызды бермедім. Енді күллі елді бүлдіретін болды. Сонан соң молдалар жиып перге мынау болады деп бәрі Исмеғзамның дұғасын оқыды. Әрі берден соң албасты секілді басып отырған пері әскері 1 сағатта кетіп бітті. Кетсе де тыныш кеткен жоқ. Осылайша өзімізді ғарып қып, мына сарайдың бір жағын бұзып, барлық адамдарымызды жылатып кетті. Сонан бері осы халмен күн көріп жатырмыз. Сіздердің кешеге берген ақшаларыңыз өзім осы халге келгеннен бері көрген қайырлы нәрсем болды. Енді балалар сендерге не айтам? Өзім мына халде отырмын, заттарың тәуір көрінеді. Періге осы баламды бермеймін деп түсіп отырмын ғой. Қалай қып аласыздар? Өстіп отырып бұл баламды енді жылата бермейін.
Құдай алдынан жарылқасын деді шал. Осы күні сол сарайда болып, ертеңіне қызды алып келе жатырмыз. Мен қызға жан тәніммен ғашықпын. Жоқ жерде өзімнің ғашық екенімді қызға айттым. Қыз Шәрбану. Мен қайдан білейін? Менде не ерік бар? Мені не қылғалы алып келесіздер деп ауыр күрсініп жылады. Жаным Шәрбану, мен сендік енді ешкімге бермеймін. Ықтиярмысың дедім. Ондай күн болатын болса, өз нәсілімнен қайда барам? Амал жоқ. Ерік кетіп келе жатырмын. Онда да мен қанша баянды болып тұрар дейсің, құса болып өлем. Нәсілің адам, керемессіз ғой. Сізге мен де ғашықпын. Не қылсаң да ықтиярмын деді. Шәрбану сөйтіп тұрғанда бағанағы досым келіп, ой ақымақ бұлай жүр, естіппен патшаның айтқан сөзін, қастық қылма дегені қайда, бұған қатысып алып берсең, сен де қыз да мен де бұл жаһанда болмаймыз. Есің жоқ, біз ана қалаған маймылдың суретін алсақ барлық мұратқа жетеміз. Жолаушы болма деп ұрсып қуып берді. Енді таң атып, бұл қонған жерден жүріп кеттік. Ертең мен қыздың қасына келіп, әртүрлі сөз айтып отыр едім, досым және келіп ұрысты. Мен әрі бері көнбейді. Маған енді маймылдың суретінің керегі жоқ. Осы Шәрбануды өзім алайын деп айтып едім, досым маңға отырғызбады. Бұл жерде әзір ақымақтық қылма, сурет алсақ, осы мұраттың бәрі де болады. Мен өзім бәрінде орындаймын деп қызға жолатпады. Осымен келе жаттық. Енді екеумізді аңдып жақындастырмады. Ішімнен қан өтіп мен жүрдім. Ақырында аңдушыны алдаушы жеңіттеген ғой. Бір қапысын тауып Шәрбануға қосылып қалдым. Оны досым біліп қалып, ойбай салып, сен білдірдің, енді бізге түк жоқ деп жер теуіп ұрысса, мен досыма жалынып, ей ағатай, маған жаныңыз ашса, осы Шәрбануды өзім алайын. Енді маймылдың суретінің керегі жоқ деп зарлап жыладым. Олай-бұлай айтып едім, болмады. Зарығып жылап жалындым, болмады. Ақыры менің көңілімді қимай айтты. Жарайды. Енді тұра тұр. Осы перілердің мұрнына иісі келсе, жоламайтын бір дәрі болушы еді. Кінә өзінен болсын. Оның иісі мұрнына келсе, Шәрбанудан безіп кетеді, тастайды. Сонан кейін қызды да аламыз, маймылдың суретін де аламыз деді. Онымен қыз Шәрбанудің қолына дәрі жақты. Бірнеше күн жол жүріп алып келді. Сонан соң бізді бір бөлек үйге әкеліп кіргізді. Қызды оңаша бір үйге апарды да, тамақ ішіп болған соң досымыз екеумізді қыз отырған үйге әкелді. Әр берден соң Шәрбанудің қасына барып еді, искелеп тұрып, шошып секіріп шықты. Сөйтіп біздің қасымызға келіп, ақырып, бәтшағар, сен неше келіп, менің неше түрлі сырымның бәрін білгенсің, антұрған саған мен көрсетейін деді. Маған келіп, ей оңбаған, дос болам дейсің, адамзат опасыз келеді деп екеумізді жаққа екі тартып еді. Дүние жүзі зілзала орнағандай шақыр шоқыр етіп астан кешкен болды. Мен өліппін де қалыппын. Сонан кейінгі қалдың не болғанын білмеймін. Бір уақыттар болғанда көзімді ашсам, ел жоқ, күн жоқ, бір меңіреу сар далада жатырмын. Досым да жоқ, қыз да жоқ, перінің шаһарда жоқ. Не жер екенін біле алмай естен танып, жынды кісіше біраз отырыппын. Аздан соң есімді жиып алып, бір таныс жер табылар мекен деп едім. Жердің бәрі жат, әкеден, тәж тақтан, ел жұрттан айырылған бұлай тұрсын. Бәрінен мынау өтіп кетті. Ыза мен дерт ішке сыймай жылап, я Құдай, неңді алдым. Осынша жас басымнан қарып қылғандай, енді мынау күйікті тарттырғанша ал Құдай деп ызаланып, жылап жатып ұйықтап кеткен екенмін. Түсімді әкем келіп айтады, шырағым ренжіме, Алланың жазуы осы. Осыдан аумай, бетіңді күн батысқа қойып жүре бер, алдыңнан бір биік заңғар тау көрінеді. Соның батыс жақ етегінде бір бейіт бар, соған барсаң барлық тілеуің қабыл болады деді. Сонан еш нәрседе жұмысым жоқ, қатты қуандым. Түндегі аян бойынша жобалап жүріп келсем бейіт тұр екен. ішіне кірсем мына кісі жалғыз отыр екен деп, сол жақтағы біреуін көрсетті. Өзге отырғандар: жарайды, бұл осымен тоқтасын, енді сіз айтыңыз деді. Бәрі ең алғашқы келген біреуіне. Ол сөзін бастады.
Төртінші дәруш. Төртінші дәруш отырып, мен бір уәзірдің баласы едім. Әкем ағалы інілі немере еді. Екеуі де уәзір еді. Екеуі өлердей дос, сонша жолдас, бір-біріне жанын қиятын еді. Екеуінде де бала болмапты. Өйтіп жүргенде аруақ жар болып, екеуінің де кейін қалған қатыны жүкті болыпты. Өте қуанышты шаттанып жүріпті. Менің әкемнің аты Фазыл еді, ана уәзірдің аты Хамза еді. Бір күні менің әкем Хамзаны қонаққа шақырып, кеңесіп отырып, екеуіміздің де әйеліміз жүкті болды. Екеуі бірдей ұл тапса, нұр үстіне нұр. Екеуі бірдей қыз тапса, онда керегі жоқ. Егер де екеуіміздің әйеліміз бірі ұл, бірі қыз тапса, қосайық дейді. Ата-ененің жоралғысы, менің әйелім ұл табат, сенің әйелің қыз табат деген сөз емес қой дейді. Менің әкем отырып, Хамза отырып айтады, бұл дұрыс сөз. Осы сөз менің де ойымда бар еді. Бір айтайын деп жүредім дейді. Осыған екеуі де сөз байласып қояды. Бір күндер болғанда, ай күндері жетіп екеуі босанады. Менің шешем ұл табат, Хамзаның әйелі қыз табат. Ол қыз тапты деп ренжімейді, әйтеуір перзентке зар болып жүргенде, адамдар қатты қуанып неше күндей ұдай той қылады. Сонымен екеуімізді тәрбиелеп жүреді. Екеуімізді сұлу, көркем болыппыз. Менің атымды Хасен қойыпты, қыздың атын Күлзайра қояды. Сонымен екеуімізді бір жерге көтеп, бір жерге асырайды. Көз тиет деп жасырып асырайды. Осымен бірнеше уақыт өтіп, 5 жасқа толған соң молдаға береді. Оқып жүрдік. Тәуір ғылым иесі болдық. Бір күні менің әкем отыратта, «Олы жоқ адам сорлы, мал мүлкі иесіз тұрған бір нәрсе емес пе? Қызды балам деуге бола ма? Ертең өскен соң біреумен кетеді. Ақыры жиған терген сол қызды кім алса соныкі болады. Менің артыма ие болады, мұра болады деуге болмайды. Біздің Хамзада сорлы адам ғой. Жасы болса келіп қалды. Мирасқоры жоқ. Күлзайра да біреу үшін асырап отырған балапан емес пе депті. Бұл сөзді Хамза естіп, ботадай боздап жылап. Мына сөзді Фазылдан естігенше өлейін. Мен Күлзайраны ұлдан артық көріп жүргенде, Фазыл мұнан айтты. Ертең біреу мұнанда жаман сөз айтар. Онан да мына Фазылдың сөзін естімей, құлақ естімеске кетейік деп, Хамза бір түнде қашып кетеді қалады. Оны ешкім білмейді. Жалғыз ақ жапырақ қағазды жазып, төрт бүктеп, есіктің маңдайына қыстырып кетеді. Бұл мұнымен бара тұрсын. Әкем ертемен тұрып, уақытында қызметіне кетеді. Ол күні Хамза уәзір бармайды. Менің әкем бұл кешке аман еді, ауырып қалды ғой, көңілін сұрайын деп, есіктен шығып келе жатса, есіктің маңдайында 4 бүктеулі қағаз қыстырулы тұр. Мұны кім қыстырды екен? Бұрын бұл жерде еш нәрсе болмаушы еді деп тамашалап келіп алады. Қараса жазылған қағаз, жазған сөз мынау. Қош досым Фазыл, ақиретте көрісерміз. Бұл жалғанда енді екеумізге бір тұрып, бір жүруге нәсіп етпеген. Енді көз көрмес, құлақ естімеске кеттім. Менің қалған дүниемді сен жиып аларсың. Ақыр менде бала жоқ, иесіз дүние ғой деп, аяғына атын қойыпты. Әкем мына сөзді оқып, дүние мені жазым басқан екен, сөзімді естіген екен ғой, қайран досым-ай деп есінен танып қалады. Есіктің алдында бұл кісінің талып жатқанын шешем көріп, не болып қалды деп ес шығып қорқып, әлде Хасеніме бірдеме болып қалды ма деп ойлап, оған қарамай жүгіріп үйге келді. Мен жаспын, ештемені парықтаған уағым емес. Артынан мен де шықтым, келсем әкем әлі талып жатыр. Әкемді көрген соң мен шырқырап бас салып жылап жатырмын. Шешем енді қайтерін білмей, әкемнің бетіне су бүрікті. Әкем аздан соң есін жиып көзін ашты. Дарлап жылап, не болды, не көрдің? Біреу ұрды ма, болмаса бір нәрсе көрдің бе? Неге бүйтесің деп,
Шешем сұрап еді, әкем ештеме емес деп айтпады. Сол уайымдаған бетімен үйге келді. Келген соң қайран досым-ай деп және жылады. Досым деген соң шешемнің түсі бұзылып, не болыпты, Қамза өліп пе деп сұрап еді. Қашып көшіп кетіпті, маған тастап кеткен хаты мынау деді. Шешем қағазды алып оқыса, жазылған сөз әлгі. Бұл хаттағы сөзді естіген соң мен де ботадай боздап жылап, баршамызға бір үлкен қайғы болып, не қыларды білмей құр жылаумен отырдық та қойдық. Осы қайғымен әкем уәзірліктен шықты. Іздеймін деді. Ешбір дерегін біле алмады. Осы уайымда жүріп әкем өзінің айтқан арманын қылып ауып кетті. Мен дәулеттен айырылдым. Жай кетуге айналды. Сонымен бір уақыттар болғанда әкем дүниеден қайтты. Жетім бала, жесір қатын болып қалдық. Әкеден онша дәулет болмады. Мен сол уақытта 13 жасқа келдім. Бір күні бүйтіп отырмайық, бір кәсіп істейік деп, мен келіп базардан бір балаған жасап алып, ылғи халуа пісіріп сататын болдым. Жұрт халуамды тәтті деп, екінші өзімді де тамашалап келді. Халуам өтімді болды. Осымен пайда қылып жақсы болып тұрдым. Иә, бұл осымен тұра тұрсын. Сонымен Қамза сол кеткеннен мол кетті. Басқа патшаның қол астына барып уәзір болды. Күлзайра тамаша болып өсті. Адам баласы қарап тұрғандай, 14-нен туған айдай толықсыда. Онысынан қауіптеніп Қамза Күлзайраны ешкімге көрсетпеді. Сонымен ол да жаса тұрсын. Енді екі періден сөйлейік. Пер патшасының Шымыр әмір деген екі жол қараушысы жаңа дүние жүзін түгел кезіп жүріп, бір жерде кездесіп көрген білгендерін әңгіме қылып отырып, Шымыр айтады: «Ей әмір, мен бір нәрсе көрдім. Дүние жүзінде бір адамзаттың қызы бар, аты Күлзайра, шіркін-ай, мұншада көріп біте береді екен. Кез келіп, сол шәһәрдің ішін аралап жүрдім, бір қараңғы үйден өтіп келе жатсам, терезеден жарық көрініп тұр екен. Ептеп бақылап қарасам, жаңағы қыз қараңғы үйден нұрымен жарық қып тұр екен. Қайран болып, соны патшаға айтайын деп келе жатыр едім» деді Шымыр әмірге. Сонда: «Ей, сенің оның өтірік. Мен бір жігіт көрдім, аты Хасен. Құдай тағала бұл секілді адамды да жарата береді екен. Сенің мына айтқаныңнан 10 есе артық. Бір күні сол уәзірдің тұрған шаһарында келе жатыр едім. Анадайдан бір сәуле бетіме түсті. Әлгі сәулеге қарап келдім. Келсем бір нашар ғана үйдің ішінен жарық шығып тұр. Ақырен ғана келсем сол үйдің іші айналасымен жап-жарық болып тұр. Кірсем үйдің ішінде бір нашар ғана жігіт жатыр. Келіп қарасаң, көзіңді шыдатпайды. Біраз тұрып қайттым. Өзіміздің перілерде осы секілді жан бар мекен деп байқайын деп келе жатыр едім» дейді әмір пері. Шымыр айтты: «Сен өтірік айтасың, қыз әдемі болу керек» деп. Әмір айтты: «Хасен жігіт әдемі» деп. Шымыр: «Ендеше мен қызды әкелейін, сен жігітті әкел. Сонан соң қатар салып қарайық, қайсы әдемі екен, әйтпесе біле алмаймыз» деді. Әмір жарайды деп, екеуі қыз бен Хасенді алып келуге жүріп кетті. Әрберден соң әмір Хасенді тауып алып, қыздың үйіне алып келе жатты. Бұл екі арада Күлзайра қыздың басында бір хал болып қалды. Бір күні хан аңнан келе жатып, уәзірдің қызын көріп қалып, жан тәнімен ғашық болады. Үйіне келіп отырып, тағына мінген соң уәзірін шақырып алады да: «Сенің қызың бар ма?» деп сұрайды. Уәзір сасыңқырап: «Жоқ еді тақсыр» деді. Патша долданып: «Бар қызың, жоқтауын қарашы, әлде маған бермейін деп отырмысың? Бермеген өнеріңді көрейін» деп жендетті шақыртып алады. Сол кезде патшаның қаһарына шыдамай: «Тақсыр-ай, биттей тұра тұршы, айтайын, қызым бар. Жасым болса келіп қалды. Өзіңіз көріп отырсыз. Жалғыз бала болған соң әзір ешкімге бермеймін деген антым бар еді. Сол уәде бойынша айтып қалдым. Ғафу етіңіз, не қыл дейсіз» депті. Мұна сөзді естіп патша қаһарынан қайтып: «Қызыңды маған бер, әйтпесе басыңды алам» дейді. Уәзір жарайды деп, ренжіп үйіне келеді. Түсі өзгерген,
ек көзінде жас бар. Қатыны неге бүйтесің, не болды деп сұрап еді. Қамза жылап: осынша жасқа келгенде көзімнің ағымен қарасындай бала еді. Соны патша бер деді. Бермесең үй ішіңмен түгел қырам деді деп, Қамза көзінің жасын тия алмай өкіріп қоя береді. Әкесін көріп Күлзайра шыдай алмай: әке жылама, патшаға жауабын өзім беремін дейді. Қарағым-ай, сен не жауап бере аласың деп әкесі мұңайды. Жоқ әке, қызымның өзі білет деңіз, сонан патшаның өзі келеді, болмаса кісі жібереді депті Күлзайра. Әкесі жарайды дейді. Патша әрі берден соң шақырып алып, қалың малыңды алып қызыңды кешіктірмей бер депті. Жарайды тақсыр, қызымның өзіне өзің барып сөйлес. Болмаса кісі жібер, менің де көзімнің ағындай жалғыз қызым еді. Бір ауыз сөз салмай бара салуға көнбес. Болмаса бірдеме етіп өліп кетіп жүрер, туғалы беті қайтпаған бала еді депті. Мына сөзге патша ойысып бір уәзірін жіберді. Уәзір кеп айтқан екен: қыз, мен патша екенмін деп масаттанбасын, менің теңім емес. Қу түбірді құшақтап жата алмаймын, өз теңім керек, кім болса да жас керек депті. Уәзір мына сөзді естіп патшаға айтып береді. Бұл сөз патшаның өңменіне салған найзадан кем тиген жоқ. Патшаға қыз тимепті деген сұмдық сөз әдеген шақ ел арасына жайылып кетті. Патша дереу осы шаһардан өзі жынды бір жас адам тауып әкел деп бұйрық қылды. Уәзір сол жерде шаһарды кезіп жүріп бір жынды бала тауып алды. Жасы сол кезде 15-16 шамасын деді. Алып келіп патшаға берді. Уәзір ызаланып, қорланып, терісіне сыймай отыр. Хан қаһарнамы дереу екеуіне бүгін қалыңды ойнат, мына жынды бала күйеу болады. Күлзайраны осы жындыға берсін. Болмаймын десе қыз да әкесі де бетін айтсын. Қарсылыққа қаһарымды көрсетіп түгел дарға тартам деп әмір қылды. Уәзіріне тез қайтып кел деп жіберді. Уәзір келіп патша осылай айтады деп айтып еді. Қамза ойланып төмен қарап отырып қорланып: патша не қылса да әміріндемін деді. Уәзір осылай деп айтты деді. Сол күні патшаның әмірі бойынша Күлзайраны жындыға қоспақ. Кеш болған соң жындыны еушілетіп алып келді. Бір оңаш үйді босаттырды. Төсекті салып жындыға ұқтырып: не қылсаң да Күлзайраның қасына жат деп уәзірлері қайтып кетті. Бірақ жынды не білсін, баруға бата алмай Күлзайраның қарсында тұратталады. Бұлар бүйтіп тұрғанда әмір Шымыр екі пері мені алып жетіп келді. Шымыр: үйде кім бар екен, мен біліп шығайын деп ішке қыздың жатқан үйіне кірді. Келсе адам сияғы жоқ біреу тұр. Қыз ызаланып бетін бүркеп алған екен. Сол жерде Шымыр осылай да осылай екен деп әмірге айтып келді. Сонан екеуін сыналық деді. Әмір Шымыр қайта жүріп жындыны алып шығып далаға апарып жасыра салып мені үйге алып кірді. Кірсем қыз кішкене тыныштанып ұйықтап қалыпты. Перілер мені қасына әкеп жатқызды. Енді өздері кейінірек барып тұрды. Мынау жақсы деп айта алмай, енді былай қылайық деп әмір пер айтты. Бірі ұйықтағанда бірін оятайық. Қайсысы бетінен бұрын сүйсе сол сұлу деді. Сөйтіп келіп мені оятады. Сонан соң көзімді ашып қарасам, бір түрлі хош иісті, таза ауалы, жібек пен торғыннан басқа ештеңе төселмеген үйде жатырмын. Қасымда бір қыз жатыр. Мына халді өзіме сыйғыза алмай қайран болып Күлзайраға қарап отырдым. Өне бойым балқып, денем шымырлап, Құдай мына халды маған көрсетеді екен-ау деп, ыстық жас көзімнен шығып кетті. Не қыларымды білмей, басқаға қарауға дәрменім жоқ, ештеңе дей алмай, жалтақтап өңімбе түсімбе деп қарадым да отырдым. Оятайын деп едім, пері соғып кетеме деп қорқып оята алмадым. Сөйтіп отыр едім, бар бойым балқып, ұйқым кеп, еріксізден еріксіз ұйықтап қалдым. Мен ұйықтаған соң Күлзайраны оятады. Ол оянып, шошынып, әлде ұйықтаған соң қасыма келіп жатқан жындыма деп ойлап, мұны мен бүйтіп өмір өткізгенше өлейін деп тәні бұзылып ұшып тұра келеді. Қарап бір тамаша, адамға ұқсамаған, өзіне теңдес бір жігітті көреді.
men uxlab жатырмын. Сол жерде Күлзайра қуанып, өзін-өзі ұстай алмай менің бетімнен сүйіп алады. Онан мен сескеніп оянып тұра келдім. Екеуміз сол жерде құшақтасып, бастан өткен оқиға халды айттық. Сол уақыт таңға жақындап қалған уақыт еді. Беш бетім бөркім бар, киімнің бәрін шешіп қойғам. Екеуміз амандасқан соң басқа сөзді қойып, көңілдің несібесін тойғыздық. Содан соң екеуміз бірдей маужырап, сол құшақтасқан бойымызбен ұйықтап қалыппыз. Бір уақытта оянып көзімді ашсам, не онда емес, не мұнда емес, бір көріп білмеген, сыртын шыр айнала қорған соққан шаһардың сыртында жатырмын. Есім кетіп, не болғанымды білмей басым шыр айналды. Сөйтсем біз ұйықтағаннан кейін екі пері мені алыпты да кетіпті. Таң атыпты. Басымды көтеріп қарасам, білмеген жер. Енді Күлзайра естен кетеме көзімнен жасаға берді. Не қыларымды білмей, қорғанды жағалап жүріп келе жатыр едім. Қойнымда бір нәрсе сыртылдайды. Алып қарасам, төрт бүктелген қағаз екен. Ашып қарасам, барлық болған уақиғаны жазып кеткен. Есім шығып, мынаны көрген соң қайғы басып енді ешкімге өлімтігімді көрсетпейін. Бәрібір Күлзайра табылмаса, менде тіршілік жоқ деп ойладым. Бірақ Күлзайраның туған жерін жазбапты. Осы мен не қыларымда білмей қаңғып жүріп кеттім. Бірнеше уақыт жол жүріп, қарным ашып есім кетіп жүдеп келе жатып ойладым. Қой бүйтіп өлгенше тез өлейін деп бір үлкен дарияға келіп, секіріп өлейін деп тұрғанда жоғарыдан бір дауыс: "Ей бейшара, түспе, неге кетесің? Ана тұрған бейітке барсаң, мұрадың қасыл болады" деді. Мұнда келіп сандалып, мұрадымды қалай қасыл болады деп ойланып отыр едім. Мына кісі келді деп, өзінің кейін келген бір дәруішті көрсетті. Бұл төрт дәруіш әңгімелерін аяқтап болып отырғанда сырттан бір адам «Ассалаумағалейкум» деп кіріп келді. Бұған бәрі де қарап қалды. «Жоғары шығыңыз» деді отырған дәруіштер. Келген кісі: «Жоқ, отыра беріңдер. Менің айтатын бір сөзім бар. Ол қайсы десеңіздер, мен өзім патша едім. Жасым мынау орта жасқа келдім. Бір күні түсімде әкем: Қараулиенің бейтіне барсаң, ішінде төрт дәруіш отырады. Сөйлесіп, соның сөзін әбден бітірген соң, атының ұл тауып, мұрадың қасыл болады деді. Міне, менің келгеніме бүгін бір жыл болды. Сіздер де сөздеріңізді бітірдіңіздер. Жаңа ғана бір кісі әйеліңіз ұл тапты деп күйінші сұрап келді. Сіздердің арқаңызда Құдай мұратымды қасыл қылды. Енді жүріп, біздікіне қонақ болыңыздар. Жайларыңызды білдім, шама келсе көмек қылайын, көптен ел көрмей жүрген шығарсыздар деді. Патшаның сөзін естіп, қалай қыламыз деп дәруіштер ақылдасқан кісіше бірінің бетіне бірі қарады. Бұл қалай? Аруақ өтірік айтама, мұрадымыз ғана қасыл болғаны деп көздерімен ишараттап сөйлесті. Сонда бірі отырып: «Көзім әлі ештеңеге жеткен жоқ. Жүріңдер, барайық» деді. Барлығы да барсақ барайық деп патшаның үйіне келді. Келсе елінің бәрі қуанышты. Оның үстіне бұлар келді. Патша үйіне кіргізді. Баланы орап қойыпты, той қылып жатыр. Сөйтіп отырғанда бала жоқ деп біреу келді. Бәрінің де еш шығып кетті. Жүгіріп қатына келсе бала жоқ. Қатынның көзі бұлаудай. Патшаның еш шығып талып кетті. Біраздан соң су бүркіп тұрғызып алды. Патшаның көзі күндіз-түні жылаумен болды. Осымен 3 күн өтті. Патша: «Я Құдай, өзің алдың ба? Не ғажап болғанын білмедім, Алла» деп жылап алды. Сөйтіп отырғанда біреу тағы жүріп келді. Бала табылды деп патша қуанып баласын әкелдіріп көрді. Сөйтіп қуанысып отырғанда біреу баланы ораған кілемді жайды. Баланы әкеліп тастағанда осы кілем екен. Жұрт кілемді тамашалап қарап отырса, бір өзі қаншама дүние малға тұратындай жұрт кілемді жайып қойып отырысты. Үстіне патша, 4 дәруіш, 5-еуі отыру мың екен кілем алып шығып жөнелді. Шырып отырып бір қиын құздың тауының арасына салған шаһарға алып келіп,
Алтын сарайдың алдына сүрді. Әрбірден соң перілер қаптап шығып құрметтеп бұларды қарсы алды. Сарайға келсе алтын тақтың үстінде патша отыр екен, ортасынан орын берді. Бұлар отырған соң пер патшасы сөз бастады. Менің сіздерді алдырып отырғаным, менің әйелім босанып қыз тауып еді. Сонан бір шабарманды дүние жүзін аралап, бүгін осы менің қатыным босанған күні кімнің қатыны босанып ұл тапса, соны алып кел деп едім. Сол күні сенің қатының босанып ұл тапқан екен. Сонан соң екі баланың біріне-бірінің көзі үйленсін деп, 3 күн мұнда, 3 күн онда апарып тастайтын сол деді. Перінің патшасы, енді асықпаңдар, Құдай қосқан құда болдық деді. Пер патшасы осыны айтты да, адам көрмеген ойын сауық істеп көрсетті. Бірімен бірі күрескенде, ойнап, қылыш шабысқанда, Құдай мыналардың қасына жолата көрме деген дейсің. Себеп, екі пері алса кеткенде бірін-бірі жығып салып, қылышпен екі бөліп қанын ағызып тастайды. Әрберден соң, бісміллә ұйықтап кетіппін деп тұра келіп және алсады. Осындай ойындармен 2 күн өтті. Ертеңіне тұрған соң пер патшасы, саяхатқа шығайық, жер аралайық. Сіз келген соң біздің бәрімізді көріп кетіңіз деп 4 дәруіш және патша 5-еуін бір перге мінгізіп ұшып жөнелді. Зуылдатып келе жатты. Бұлар өздерінен өздері жандарынан күдер үзіп, болмаса ана жолдастарымызбен қоштаса алмадық десіп келеді. Әрқайсысы іштерінен сөйтіп ұшып келе жатыр еді. Пер патшасы тұра қалып, «Ей құдалар, мына адамзаттың бәрі жиналып неге бүйтіп көрініп жатыр?» деп сұрады. Дәруіштер, «Білмейміз, біздің көзіміз жетпейді» деді. Енді шетінен барып көрейік деп таяп келіп, пер патшасы төмен қараған уақытта Мұратқан боздап қоя берді. Әлден уақытта есінен танып құлап кетті. Пер патшасы бұған не болды деп бір дәріні мұрнына иіскетіп еді. Мұратқан ұшып тұра келді. «Ей шырағым, саған не болды? Мұның қалай, неге бүйттің?» деп еді. Ол қалын айтуға ауыз келмей кеңсеңдеп жылай берді. Қасындағы дәруіштің біреу, «Тақсыр, мұның жылайтыны мынау болу керек» дей бергенде Мұратқан өксігін басып, «Мен өзім айтайын» деп сол жерде бастан аяқ қалын айтты. Анау тұрған сол көк өгіздің иесі, жылап отырған сол ғашығы осы күнге дейін шала жансар, соны қайтерін білмей өмірін жылаумен алып келе жатыр. Анау жиналған сол жігіттің елі ананың қайғысына әлде күйзеледі деді. Мұратқан мұны айтқанда пер патшасы, «Келгеннен бері халыңды неге айтпағансың?» деп ызаланып, ол жігіттің Исмағзамын әкеткен перінің атын білмейсің бе деп сұрады. «Жоқ, білмеймін. Бірақ сол пері Жауһар негінің шаһарынан деп еді» деді Мұратқан. Мұны естіп алып, пер патшасы алып кел деп бұйрық қылды. Баяға шымыр тоқтамай сабап кетті. Ол келгенше қалған 3 дәруіш Қайдархан, Зейнел, Қасен үшеуі де жылап қоя берді. «Я, енді сіздер қалдарыңызды айтыңыздаршы» деді пер патшасы. «Мен айтам деп үшеуі таласа бергенде, оң жағында отырған Зейнелге «Сен айтшы» деді. Ол да әкесінің өлгенін, уәзір оның орнына патша болғанын, онан оны қуып шыққанын, онан пер патшасына барып, маймыл суретін алмақ болып, өзін қызға жұмсағанын, ол қызға ғашық болғанын, ақырында пер патшасы соның бірінде бермей қуып жібергенін бастан аяқ айтып берді. Өңкөй нәлеттеп долданып, пер патшасы әмір деген шабарманын шақырып алып, «Сен Қылымда шаһарының патшасын тез барып алып кел» деп бұйрық қылды. «Екінші кімде қандай арыз бар?» деді. Пер патшасы тағы да оң жағына қарап Қайдарханға айтты. Қайдархан тұрып, «Мен де бір сорлы болып жүріп сізге кез келдім. Аруақтың түсімде берген аяны әлде сіз шығарсыз. Оқиғаңды біреуге айтып тәмамдасаң мұрадыңа жетерсің» деген еді. «Тәмам етіп айтып болған соң сізге кез болып отырмын» деді. Бұл Қайдархан аң аулап шыққанын, онан киік кезігіп оны қуғанын, онан ұлы судан өтіп сарайға келгенін, онан күләнданың суретін көргенін, шалдан барлық оқиғаның жайын естігенін, онан кемеге мініп, онан қашып құтылғанын, онан бейітке келгенін,
Сонан осы патшаның өзіне жолыққанына дейін айтып өтті. Сонан соң Пер патшасы бір шабарманын тағы шақыртып алып, тез барып, адамзат Урмая шаһарының қызы Күләндәні алып кел деп жібереді.